Қайырлы күн достар, сіздермен мөлдір. Бүгін құрамы 2 заттан тұратын салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 40 қабатты осылай кішкене бөлікке бөліп алып, осылай дөңгелетіп турап шығамыз. Сол кезде жіңішке соломка болып туралады. Қиярымызды жуып, 2 басын кесіп алып тастап, барлығын видеода көрсетілгендей дөңгелектеп кесіп шығамыз. Содан соң осыны осылай соломка етіп турап, 40 қабаттың үстіне саламыз. Дәміне қарап тұз саламыз. Қалауыңызша майонез немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Сонымен қатар аскөк те қоссаңыздар болады. Мен видеода оны түсірмедім. Барлығын жақсылап араластырып, тарелкаға салып, ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің каналымның ары қарай дамуына өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Мөлдір.